Қайырлы күн, құрметті ұстаздар, қадірлі қонақтар. Бүгінгі ерекше кездесуге қош келдіңіздер. Бүгін біз мектебіміздің мақтанышы, өнер жолында биік белестерді бағындырып жүрген, мектеп қабырғасынан түлеп ұшып, бүгінде елге танымал болған өнер иесі Аблаев Жандәурен Тұрарбекұлы және ұстазы Айбарша Орынбайұлы. Ең алдымен мектеп өмірін еске алып, арнайы дайындаған видеомызды тамашалай қойсақ, фотолардан жасалған шағын видеомыз. Жандәурен, сізге ең алғашқы сұрағымыз, мектеп қабырғасында жүргенде қандай оқушы болдыңыз? Бірінші басшыларыңызға ассаламу алейкум. Рахмет осылай мені шақырып жатырғандарыңызға. Мен өзім өте қуаныштымын. Өзім туған жеріме, туған еліме келгеніме ыстық, өте қатты ыстық. Әрқашанда сол себепті бірінші рахмет. Барша 5, 10, 15, 20, 30 бітірген, 30 жыл бітірген студенттерді барлығымыз күшті концерт болып жатыр. Соның орайында келіп қалып жатырмыз. Ең әрине сұрақта жаңағыдай айтқанда менің балық шағымнан естелік. Мектеп қабырғасында жүргенде қандай болдыңыз оқушы? Оны негізі Айбарша Айбарша Орынбайұлы, сізге сұрақ, Жандәурен қандай сабақ жағынан? Жандәурен деген өте сабырлы, жаңағы артық сөзі жоқ, сосын ешқашанда тәртіп бұзбаған, мектепте өте керемет. Сонымен қатар жаңағы өнер, мектеп жасынан бастап, оның өнерге деген құлшынысы мектеп жасынан бастап арта бастады. Содан жаңағы анасы оны ең алғаш жаңағы музыкалық мектепке беріп, одан ол жүлделі орындар алып жүр. Сондықтан Жандәурен туралы өте керемет естелік болып қалыпты өнер мектебінде. Өнерге деген қызығушылығыңызды қашан бастадыңыз? Мектеп қабырғасынан, иә? Алғаш сахнаға шыққан кезіңіз есіңізде ме? Ең алғаш. Алғаш сахнаға шыққаным әрине ол есімде. Ең бастапқыда әрине біз осы мектептің сахнасынан бастадық. Домбырамен, осында ән айтып жүрген. Қазір де айтақ былай. Тастаған жоқ, тастамауға тырысамын. Сол себепті ең бірінші жаңағы мектепте айтсам болады. Менде ондай қатты қорқыныш болған жоқ негізі сахнаға қандай кезімде. Сондықтан қандай етіп айта алмаймын. Бірінші айтады ғой, сахнаға шыққанда қорқып шықтым деген сияқты, әлде бір неудача болып деген сияқты ғой. Ондай болған жоқ. Бірақ енді былай қобалжу әрине болады. Ал ана қатты уверенно болып шықса, все равно бір нәрсе болады негізі сахнада. Сондықтан кішкене қобалжып шығамын. Кейесі бар дейсің? Кейесі бар деген сияқты. Ал жаңағы ең бірінші сахнаға шығуым дегенде ондай қатты не жоқ. 4-ші сыныптан бастап сайысқа қатысты. Сахнаға шыққан сол ең алғашқы жылдары. 3-ші 4-ші сыныптарда, иә? Жүлделі орын алып келіп жүр. Астана, Алматы, Бурабайға. Ал ұстаздарыңыздың ішінде сізге ерекше жылы көзқараста қолдау білдірген ұстаз бар ма? Кім? Тек музыкальный мектепте. Мұнда да оқыған кезде. Мен негізі сол жаңағы айтсам болады, 100 әркімнің 100 жаңағы қарап отырғанда таныс болып, андай жылы болып келеді де, ал былай жүргенде балық шақтың несі болғаннан кейін көп нәрселер есте қалмайды. Бірақ мен Айбарша апамды қатты есінде күшті сақталып, менің әліпбиге үйретіп, менің сол бастауыш мектептегі ең қайтсам болады фундаментім.
де өзім өте қуаныштымын. Осылай мен мектепке қайтсам болады. Содан кейін 34-те оқыдым. 34 мектепке мектепке андай айтсам болады. Андай жақсы мұғалімдердің қолдап түскеніме қуанамын. Енді кезекте ұстазына сұрақ қойсақ, осы Жандәуреннің жеңіске жетуіне, яғни өнер жолына биіктен көрінуіне қандай бойындағы қасиеті, өзінің табандылығы әсер етті деп ойлайсыз, бойындағы бір ерекше етіп айтатын? Негізінде енді жаңағы алдына мақсат қоя біледі, сол мақсатқа жетуге тырысады әрдайым да. Сонысы деп ойлаймын. Сосын жаңағы енді ата-анасы да көп қол емес, анасының да, әкесінің де қолдауы да бар, әрі жаңағы домбырамен ән айтатын өнерлері бар. Сол жаңағы атадан балаға мирас болып келатқан сол қаннан берілген деп ойлаймын. Атасы да кетер емес, домбырамен ән салады. Сондықтан да енді ол қанында бар нәрсені ол жарыққа қалай да шығады деп ойлаймын. Сіздің отбасыңыз сіздің өнеріңізге қандай көзқараста болды? Сізді қолдады ма, қалай қолдады? Негізі ол жағы енді бөлек әңгіме. Мен подростковый возраст дейді ғой. 34-тен кейін мен неше түрлі нәрсе ауыстырдым, өзімнің ішімдегі андай адаптация. Негізі ол әркімге ондай нәрсе бұл бірден істемейді ғой, жаңағыдай берілмейді оған дейтін андай бір неше түрлі нәрселерді өткізу керек деген сияқты ғой. Ол іштей менде болды, жаңағыдай мен мысалы домбыраны тастап кеттім деген сияқты ғой. Сосын гитараны ойнап кеттім деген сияқты. Содан кейін музыканы тастағым да келген дейтін уақыттар. Ол кезде мен сол қалада оқып жүрген кезде қиын, андай уже подростковый возрастта қиын болады да. Ал жаңағы балық шағында барлығы красочный, барлығы күшті, андай домбырамен айқайлатып күшті де. Ал жаңағыдай не келгенде, жаңа айтып отырсыз ғой, өлеңдерді жазып, оның барлығы өте уақытты біріншіден, содан кейін сол менің ата-анам осыған маған дейтін қолдау білдірді және маған андай ғой, ешқандай айтқан жоқ Жандәурен жасама деген сияқты нәрселерді просто. Заң. Мен мамаға айттым, мама мен колледж бітіргенде мен пиано қатты ойнайтын болдым. Ойнап бере аламын. Андай мен сондай қырым бар, жаңағыдай классический музыканттың негізі. Бүткіл Шопен, Моцарт, Бетховен бәрін 4 жылда үйреніп, еще 2 жылда карантин болды. Сол ана 2 жылында Гүлмира Тұранова дейтін менің тағы күшті мұғалімім, сол кісі мені күштетіп үйреткізіп, сол кезде мен Алматыға консерваторияға түсетін адаммын негізі. Сосын тұрып осылай мамаға айттым, мен жоқ консерваторияға түспеймін, осылай творчествомен айналысамын дедім, өлең жазамын дедім. Осылай студияға барамын дедім. Ал студиямыздың аты ол Дезиряб студиясы. Данияр Ахметжанов ағамыздың бастауымен және Айбар Сабыш дейтін ағамыз бар, және Азамат Балахметов ағамызға мен бір өзім осылай өлеңдер жазып жүрдім де, сол жіберген, ұнап, бір өлең ұнап, солай мен студияда айтамын ғой, общем, мама звондайды маған всегда. Не істеватсың, балам үйге келмейсің деген сияқты нәрселер ғой. Мен как всегда студиядамын, в общем, күнде үйге бармаймын, үйдің есігінің табалдырығын көрмей, солай шыққан нәрселер. Біріншіден жаңағы Құдайға, содан кейін осы Данияр Ахметжанов ағамызға және де менің сол ата-анама, осы кісілермен жаңағыдай күшті нәрселер шығып жатыр деп ойдамын. Әлі жазып жатырмыз, әлі тоқтамаймыз деген сынды. Керемет, рахмет. Енді жаңа айтып жатсыз ғой, әрбір нәрсе қиындықпен келеді деп. Өнер жолында қиындықты қалай жеңдіңіз осы өнер жолында? Не көмектесті сізге? Не алып шықтыңыз? Мысалға, енді мен өзімді қатты қиындықтан өттім деп айта алмаймын. Мысалға бір адамдар бар,
өнер жолымен күнделікті мысалы өлең жазып әлі қалай айтсам болады андай өлеңдерін ешкім тыңдамайды. Мен де ондай емес. Мен бір-екі ай енді қиналған шығармын өлеңдер жазып, бірақ мен әйтеуір Құдайға шүкір, мен бір жарты жыл өтпей ақ өлеңім бүткіл халыққа таралып, мен өте қуаныштымын ондай нәрсеге. Сол себепті менде андай айтсам болады, ішкі қиындық қой, просто ол андай шығармашылық қиындық. Иә, ал андай айтсам болады, кәдімгідей өлем деп ондай болған жоқ. Мен сол өте қуаныштымын, біріншіден Құдайға мен осындай өлеңдерім халыққа, халықтың жүрегіне жеткеніне. Ол бірден жетпейді негізі. Ол жағында менің мамам туғаннан кейін Айбарша апайымыздың барлығының білімінің ары қарай менің оқығаным, анау бар, мынау бар, барлығының білмеймін, соның қорытындысымен бе шығатын нәрселер ғой енді. Және де Данияр Ахметжанов ағамыздың, оның сол кісі болмаса, мысалы, тоже, мысалы, қазірдің өзінде, мысалға, біз студияда не істейміз, біз андай етіп отырмаймыз, бір өлеңіміз күшті 200 миллион қаралым жинады, мысалға, ал отырып шай іше береміз деген сияқты. Бізде күнде еңбек, андай тоқтамауы, ол соның арқасында шығатын нәрселер. Ал андай Құдайдан сұрап деп күтіп отырса, ол ештеңе ондай болмайды. Сондықтан жаңағы әрекет етіп, білмеймін енді, сол жаңағы күштетіп айтты жаңа концертте бір кісі, өзінің қалаған мамандығымен айналысса күшті болады деп. Сол себепті, әркім мен өзім жақсы көріп тұрғасын шығар, мен қандай қиындық болса да өте аламын. Бойыңыздағы дарынның да бар. Жақсы, рахмет көп. Сахнадағы алғашқы жетістігіңіз қандай еді? Ондай әлем танитындай, қазақ елі танитындай сахнадағы жүлделі орныңыз немесе айтарлықтай ауызтолды республикалық байқаулардан. Немесе алғаш рет сахнаға қай кезде, қайда? Үлкен сахна. Негізі мен сол өзім кішкене бір қырым, сол барлығын бірге алып жүрмін ғой. Бір жағынан дәстүрлі әнім бар, бір жағынан ретро әнім бар, бір жағынан қазақша әнім бар, бір жағынан орысша әнім бар. Сондықтан әртүрлі жерде выступаю. Ол білмеймін, ол өнер ғой, ол менің ойымша андай не істемеу керек. Бір жанрды ұстап алып, сонымен боламын деп білмеймін. Менде де бірақ болады андай концерттер, әлде сондай уақыттарда жаңағыдай мысалға айтсам болады, андай өлеңнен шаршайды. Осы орайда шабытты қайдан аласыз деген сұрақ қойылды. Қазір бәрімізге мотивация жетіспейді деп жатамыз, оқушыға да мотивация беруге тырысып жатамыз. Бір кейде болады ғой адам шабыт кететіндей, сол кезде шабытты, мотивацияны қайдан аласыз? Мен негізі кітапты көп оқимын. Кітаптарды күшті оқимын. Мен анандай кітаптарды күшті оқимын. Қазақша, бірақ ағылшындардан аудармалар. Сондай әлде фильм қарауының өзі, мысалға, жоқ жақсы фильмдерді қарағанның өзінде, андай әлде сыртқа шығып қайту, сыртқа шығып қайту деген сын нәрселер өте тамақ жеудің өзі, мысалға. Кез келген ләззат алады. Өзіңізге рахат сыйлайтын дүниелер. Өзіме именно жаңағы бір, бірақ оның өзінің де бір бұрыс жағы бар. Өйткені оның бұрыс жағы себебі адам андай не істеу керек қой, көбінесе тоқтамай, көбінесе неден өткені жақсы. Жаңағыдай көп бос уақыты болғаннан көріп, көп бос уақыты болмаған жақсы. Сол уақытта, білмеймін,
маған солай бос уақытым болмағанда мен содан мотивация аламын. Мен андай бос уақытым көп болса, не ғой, зона комфорта. А бос уақыт болмағанда андай айтса болады, движение жизни дейді ғой. Сол секілді бос уақыт болмағанда андай келіп сосын жашап келіп жатқанның өзі ол күшті ғой, керемет. Соның өзі мотивация береді. Егер мектеп кезіңізге қайта оралсаңыз, нені өзгертер едіңіз? Ештеңесін өзгертпейтін. Дәл сол қалыпта, иә? Иә, дәл сол қалыпта. Өйткені мен негізі мектепті қатысамын, негізі ол уже жабық дейсіз. Кіре алмаймыз. Иә, сағындым иә, тіптен достықтың уже кіріп кіргеннен бастап не могу описать свои чувства. Мен бір 3 жыл помню, андай өлең жазбаймын, мен ол кезде кітап жазып жүрмін вообще. Сонда РТС-ға келіп бір не істеген шағанның жағасына барып жазып күштеп жазғанмын негізі соны. Білмеймін енді. Андай, иә, негізі осы өлке менің бір шабыттың өлкесі деп те айта аламын. Бірақ жұмыстың кесірінен әрине көп келе алмай өз өлкеме. Мама папа басқа жақта тұрады. Мама папа осы жақта осы енді келе береді екен. Сол себепті жұмыстың кесірінен мысалға біз көп уақыт Оралда да болмаймыз. Жақында Германия кетіп жатырмыз турмен. 8 мартта әрине. 4 мартта. Бір айға созылады. Сол себепті солай мен ауылымды сағынамын. Сондықтан мен келгенде өте қатты қуанамын. Сондықтан мен әрдайым ашықпын. Біздің арнамыздың керемет Айдары бар. Суретке қарап, әнді табу керексіз. Айға қарап. Суретке қарап, әнді табу керексіз. Айға қарап. Алматының түндері. Қызыл және шабдалы персик. Қызыл өрік. Апайына сұрамыз. Күшті, керемет. 16 жас. Жеңіл қойыппыз біз. Қыз бозбала гүл, қыз бозбала жыр. Иә, 16 жас. 16 жас. жеңіл қойыппыз біз. Қыз бозбала гүл, қыз бозбала жыр. Иә, 16 жас. Қыз бала гүл. Сұрақ қойып отыр ма? Не за это был? Бір современный өлең сияқты еді. Анау неизвестный адам, да? Белгісіз адам болып тұр ғой. 90 дискотека 90. Ритер, Бүгінгі кездесудің басты мақсаты жастарға мотивация беру еді. Қазіргі мектеп оқушыларына қандай кеңес берер едіңіз? Мектеп оқушыларына жүректеріңізді тыңдаңыздар. Бір мектептің табалдырығында тағы неше түрлі жағдайлар болады, өйткені мысалға психологический, физиологический. Былай қарағанда бұл осы кезең, жаңағы мектеп оқушыларына айтайын деген, бүткіл болашақты айқындайтын кезең. Осы кезеңді күштетіп білімге, тәрбиеге бағыттамаса, өскенде қиын болады. Сондықтан мектептеріне күшті оқыңдар. Енді біздің домбырадарымызда сізден қонақ кәде сұрасақ, домбырамен осы жол ерекше болсын, әніңізді тыңдадық. Енді домбырамен.
люблю тебя, урая моим. Жақсы. Бүгінгі мақсатымыз да осы оқушыларымызға, түлектерімізге мотивация беру еді. Сіз біздің мақтанышымызсыз. Сізді біздің арнамызда көргенімізге қуаныштымыз. Қазір қолтаңбаңызды қалдырсаңыз болады өзіңіздің. Енді оқушыларымызға айтарымыз, ешқашан армандаудан шаршамаңыздар. Бүгінгі сұхбатымыз сіздерге шабыт сыйлады деген ойдамыз. Құрметті қонағымыз, сұхбатыңызға рахмет. Келесі кездескенше Келіп тұрыңыз біздің арнамызға.